Алдарыңызда тұрған Мұхаммед Абдулвахабтың кітабы. Бұл жерде бірнеше кітап бар айтылған. Усулу саласа, Қауаидул арбаға, одан кейін Кашфу шубхат деген кітаптар, одан кейін Таухид деген кітабы бар. Бұл жоғарыда айтылған кітаптардың барлығы Қазақстанда және Орта Азияда тыйым салынған. Тыйым салудың бірнеше себептері бар. Тарих беттерін ашып қарайтын болсақ, Мұхаммед ибн Абдулвахаб осы кітапта жазған қағидаттарын шынайы өмірде, тәжірибеде пайдаланып, яғни сол кезде мұсылмандармен соғысқан. Оларға ахлюл кубур, құбыриктер деген сияқты оларға ат тағып солармен, яғни олар мүшриктер. Бұл жерде тәуәссүл истиғоза деген мәселе, ол шариғатта рұқсат етілген мәселелер, бұның барлығы. Ол діннен шығаратын мәселе емес. Ол тәуәссүл истиғозаны біздің ата бабамызда ұстанған. Сол үшін бұл кітаптар біздің қазақ даламызға сай келмейді. Егер бұл кітапты біз алатын болсақ, аруаққа сыйынған емес сыйлаған, аруақты құдай тұтқан емес құрметтеген ата бабамыздың барлығын мүшрикке шығарып, яғни асыл дінімізді жоққа шығару керек болады. Яғни 1200 жылдық тарихымызды алып тастау керек болады да тарихтан. Сондай қауіп бар. Одан бөлек 2011-2016 жылдары осы Қазақстанда болған теракт оқиғаларының кезінде соларды жасаған азаматтардың тарапынан осы кітаптар оқылғаны анықталған. Сондай себептерге байланысты тек қана Қазақстанда емес, әлемнің көптеген мемлекеттерінде бұл кітаптарға тыйым салынған. Енді бұл кітапты мен не үшін ұстап отырмын? Мен діни маман болғаннан кейін, мен сарапшы болғаннан кейін бұл кітапты алып оқып, бізге анализ жасауға болады. Сол үшін де мен рұқсат етілмеген кітапты қазір сіздерге таратып отқан жоқпын, керісінше ескерту мақсатында көрсетіп отырмын.